Сәлем қыздар, таңғы асқа өте жылдам жасалатын, арықтауда жүрген қыздарға да өте тойымды таңғы ас болатын кабачковые оладьи, яғни кәдіден оладьи дайындайтын боламыз. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, алтын саусақтарыңызбен тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қаражат жағынан да өте бюджетный таңғы ас болады. Дәл қазір кабачоктың, яғни кәдінің сезоны. Клетчаткаға, яғни талшықтарға және ақуызға бай таңғы астың бірі болады. Бізге қажетті бір ғана кәді және қаймақ, 2 дана жұмыртқа, жүгері ұны қажет болады. Жүгері ұны болмаса, кез келген ұнды қосуға болады. Дәміне қарай тоз бұрыш қосасыз. Ең алдымен кәдінің қабығын ашып аламыз. Ашып алған соң кәдімізді үккіштен өткіземіз. Кәдіні үккіштен өткізіп алдық, енді ыдысымызға саламыз. Жарты шай қасық дәміне қарай тұз саламыз. Бұрыш ол қалауларыңызға қарай саласыздар. Алдын ала дайындап алған қаймағымызды саламыз. Келесі кезекте жүгері ұнымызды саламыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамызды салып, енді барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, бізде осындай масса пайда болады. Табамызға сарымай жағамыз, яғни жабысып қалмау мақсатында. Антипригатный таба болса, негізі жабыспау керек. Бір ас қасықтан сұйық массамызды табамызға салып аламыз. Бетін жауып, екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Енді қызған соң екінші бетіне алмастырып аламыз. Міне дәл осылай екі жағы да қызарып пісті. Біздің оладьиларымыз дайын, енді тәрелкеге ауыстырамыз. Біздің кабачковые оладьиларымыз, яғни дайын болды қыздар. Қияр мен қызанақты қосып, отбасыңызға ұсынсаңыз да болады. Мен кабачковые оладьиді негізі қаймақпен жегенді жақсы көремін. Дәл осылай отбасыңызға және өзіңізге таңғы ас дайындасаңыз өте тойымды болады. Арықтауда жүрсеңіз де кедергі келтірмейді және срывқа алып келмейді. Дәл осылай тамақтанып арықтағыларыңыз келсе, онда каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Арықтағысы келетін құрбы достарыңызға менің каналымды жіберуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айнагүл Жаманбай, келесі видеода жолыққанша. Алдағы уақытта сіздерге дәмді рецепттермен тағы да бөлісіп отырамын. Астарыңыз дәмді болсын.